Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге кредитная историяны ECP-сіз, соңға бармай-ақ, компьютерсіз, тек қана телефонның көмегімен қалай алуға болатынын көрсетемін. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіреміз. Поисктан id.mkb дегенді тереміз. Мұнда ең бірінші шыққан государственное кредитное бюро дегенді басамыз. Мынандай окошко шығады сіздерде. Бұл жерде персональный отчет дегенді басасыздар. Вход в личный кабинет, физическое лицо дегенді басасыздар. Мына жерде Digital ID дегенді басасыздар. Войти дегенді басасыздар. Телефон номерлеріңізді тересіздер. Код тересіздер. Разрешить дегенді басасыздар. Енді сіздердің беттеріңізді сканировать етеді. Осылай видео проверкадан өтесіздер. Келесі разрешить дегенді басасыздар. Все, біз енді кірдік. Енді мына сол жақтағы 3 сызықшаны басасыздар, яғни главный менюді. Бұл жерде персональный отчет дегенді басасыздар. Сарымен қоршалып тұрған подписать дегенді басасыздар. Телефон номерлеріңізді тересіздер. Сізге код келеді, сол кодты тересіздер. Все, енді біздің заявкамыз кетті. Ол шамамен біраз уақыттан кейін, немесе 15 минуттан кейін келеді. Ең көп дегенде. Міне, менің отчетым келді. Міне, астында. Енді мен жай ғана скачать дегенді басам. Болды. Міне осылай сіздерде скачать етілесіздер. Открыть дегенді басуларыңызға болады. Белгілі біреуге жіберуіңізге де болады. Міне шықты сіздерде. Отправить дегенді басасыздар. Мінекей болды. WhatsApp-тан тексеріп көрсек. Міне отчет жіберілді. Назарларыңызға көп рахмет. Егер сіздерге бұл видео пайдалы болса, лайк басыңыздар және комментарий қалдырыңыздар.